Негізі бүгін өтіп жатқан іс-шара мынау жас педагогтардың өздерінің құзыреттілігін артыру тұрғысынан өте маңызды. Әсіресе мынандай табиғат аясында бейформал форматта өтіп жату, бұл жастардың өз ойын еркін айтуына, еркін бір-бірімен араласуына өте кең мүмкіндік береді деп ойлаймын. Енді осы Роза Сәкенқызы бастаған ұжымға алғысымды білдіргім келеді. Осындай ерекше шараны өткізіп жатқан үшін, осындай ерекше шара ұйымдастырған үшін өте қызықты, мықты лекторларды тартқан, жақсы жан-жақтан ғалымдар келген. Олардың барлығы өз тәжірибесімен, өз біліктілігімен бөлісіп жатыр. Бұл жастарға өздерінің мынау hard skills дейміз ғой, соны ғана дамыту тұрғысынан емес, сонымен қатар осы іс-шара арқылы нетворкинг құруына, жас педагогтардың бір-бірімен байланысуына, сол арқылы болашақта бірігіп дамуына мүмкіндік ашады деп ойлаймын. Бұл шара дәстүрлі шараға айналып, жыл сайын жас педагогтарға бағыт-бағдар беретін, оларға жол сілтейтін бір үлкен маңызды, осы Солтүстік Қазақстан облысының педагогтары қатысуды армандайтын шараға айналады деп сенемін. Мен бірінші кезекте Солтүстік Қазақстандағы мынау жас педагогтармен, осындағы методистермен әңгімелесіп, сол нәтижесінде жергілікті жердегі, жергілікті контекстегі білім жағдайын, білім жүйесін, педагогтарды дамыту бойынша жасалып жатқан шаралар туралы көп мағлұмат алдым. Бұл жақтағы ерекше тәжірибелерді үйрендім. Мен ойлаймын, осы жақтағы ерекшеліктерді алдағы уақытта басқа өңірлерге де таратуға атсалысамыз деп.